Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ерекше жиналатын шопер сумкасын дайындайтын боламыз. Бізге осындай основа матасы қажет болады. Ені 41 см, ұзындығы 90 см, бауларымыздың 2 данасы қажет болады. 7 см ені, ұзындығы 60 см, және бейкамызды өзіміз жасаймыз. 41 см ұзындығы және 5 см ені 2 дана қажет болады. Және де қалташасын жасауға осында 2 матамыздан қиынды қажет болады. Оның размерлері 31-14, 12-14. Бізге және кнопка қажет болады. Менде қолмен тігетін кнопка. Қалташамызды тікпестен бұрын өңдеп аламыз. Аст жағын осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелетіп қиып аламыз. Екі қалташамызды да солай тігіп қиып аламыз, сосын біріктіріп тігетін боламыз. Бұл сумканың енді сапасы өте керемет, жуып қолдана берсеңіздер болады. Пакетке қарағанда өте ұзақ мерзімде қолданасыздар. Мінекей сумкамызды екі қалташасын біріктіріп тігіс түсіреміз. Загребка беріп отырамыз әрқашанда. Мінекей тігіп болдық. Енді қалташамыздың жоғар жағын 2 рет іш жағына орап тігіп алатын боламыз. Дәл осындай так матасынан бізде 1 метрден 3 сумка шығады. Тігіп алдық. Енді кезекте бұл жерлердің барлығын айналдырып бейкалап шығамыз. Менде 2 түрлі бейка. Ені үлкен, ені кішкентай. Негізі ені кішкентаймен тіккен ыңғайлы. Менде болмағандықтан, аз болғаннан, жетпейтін болғандықтан мен осындай үлкен енді бейканы қолдандым. Бейкамыздың жоғар жағын ішіне 0,5 см қайырып тігіп шығамыз. Дәл солай екінші жағынан да 0,5 см қалдырып, үш жағына қайырып тігіп аламыз. Неге енді бейкамызды сырт жағына әдемілеп өңдеп тігіп алатын боламыз. Бұл жерде мен ішке қарай 2 рет орап, осылай 2 рет орап, сосын сырт жағына қойып тігіп алатын боламын. Загребка беріп отырамыз. Неге бізде қалташамыз дайын болды. Келесі кезекте кнопка тігу қалды бізде. Кнопка тікпестен бұрын кнопканы қайда тігетінімізді белгілеп аламыз. Неге бұлай жабылады біздің сумкамыз, сондықтан центрін табамыз. Центр бізде 7 см болады. 4 см астына түсіп, центрі 7 см болады. Сол жақты белгілейміз 4-те 7 қылып. Жоғар жақтан біз 2,5 см астына түсеміз. Және центрін тауып 7 см белгілейміз. Неге бізде кнопкамыз да дайын болды. Кнопканың жоғар жағын тіккен кезде арт жағына біздің тігісіміз шығып кетпеу керек, сондықтан іш жағынан тігеміз. Енді кезекте бізде основа матамызды тігіп бастаймыз. Центрін тауып, осылай ручкамызбен белгілеп аламыз. Екінші жақтың да центрін дәл солай тауып, ручкамен белгілеп аламыз. Одан кейін бізде матамызды ашамыз. Жаңа белгілеген центріміздің 2 қапталынан 4-4 см-ден тастаймыз. Астына қарай 5 см түсеміз. Сол кезде бізде прямоугольник шығады. 8-де 5 см деген.
Екі қапталынан да дәл солай белгілеп қиып алып тастаймыз. Мінекей қиып алып тастадық. Ендігі кезекте бізде алды жағын өңдейтін боламыз. Қалташамызды тігіп аламыз. Бұл жерде біз астына қарай 7 сантиметр түсеміз. Қазір мен центрін тауып жатырмын. Центр менде 20-да 5 болып тұр. Астына қарай 7 сантиметр түсіп белгілеп аламыз. Бізде осындай плюсик пайда болады. Ручкамен сызылған жерімізде. Сол плюсикке қалташамызды орнатамыз. Қалташамыздың да центрін тауып аламыз. Центрді центрге қойып, инемізбен түйреп шығамыз. Мінекей мына астын жабу үшін біздер ана тігісті 11-де немесе 11-де 5 сантиметр белгілеп алатын боламыз. Менде үтікпен үтіктегенде кететін ручкамен сызып жатырмын. Сізде де болса дәл осындай ручкамен сызсаңыз болады. Болмаса енді мелмен сызып аласыздар. Осы жерде біз енді тігіп шығатын боламыз. Қалташамызды основа матамызға тігіп шығамыз. Мінекей закрепка бере отырып, бекіміздің дәл тұсынан тігетін боламыз. Мінекей қалташамыз дайын болды. Енді шоперіміздің екі қапталын сырт жағынан тігіп шығатын боламыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай енді основамызды өңдеп шығамыз. Екі қапталында тігіп алдық. Енді тігісімізге қатты жақындатпай, керек емес жерлерін қайшымызбен қиып алып тастаймыз. Мінекей алып тастадық. Енді іш жағына айналдырып, іш жағынан да екі қапталын тігіп шығамыз. Қолымызбен көмектесіп, шығарып, дұрыстап тігіп шығамыз. Екі жағын тігіп болдық. Енді сырт жағына қайтадан айналдырып, біз астындағы сумкамыздың табанын тігетін боламыз. Ол үшін біз центрін тауып, белгілеп, түйрешпен түйреп алып, тігіс түсіріп, тігіп шығамыз. Дәл жаңағыдай өңдейтін боламыз.
Сумкамыздың дайын болуына аздаған уақыттар қалды. Енді біз үтіктеп шығамыз. 2 қапталын шығарып үтіктеп, сосын астын дұрыстап алып үтіктеп шығамыз. Енді бізде ручкасы бар. Ручкасын 2 бүктеп тігіп аламыз. Бір тігіс түсіріп, содан соң сырт жағына түйреуіштің көмегімен түйреп шығаратын боламыз. Мінекей біз шопер сумкамызды үтіктеп алдық. 2 қапталын, аст жағын және де 2 ручкамызды үтіктеп шықтым. Ендігі кезекте біз ручкамызды орнататын боламыз. Ол үшін біздер сумкамыздың қалташасының размерімен бірдей қылып сызып алдым. Сырт жағына шығып кетпеу керек. Дәл сумкамыздың қалташасы қалай тұр, дәл солай тігетін боламыз. Мінекей іш жағына қойып түйреп аламыз және соны тігіп шығамыз. Ручкамыздың екінші жағын тігу үшін бізге бірінші ручкамыз қалай тұр, дәл солай бір-біріне беттестіре қойып тігіп алатын боламыз. Ручкамыз дайын болды. Енді біз жоғары жағымызды дұрыстап сетінетін жіптері көрінбеуі үшін белгілеп аламыз. Бұл жерде менде бекімізді біріктіріп тігіп алдым және сумкамыздың аст жағына қойып, үстіне сумкамызды тігіс қай жерде тұр, сол жерге қойып, мінекей ар жағын, біткен жағын белгілеп аламын ручкамен. Сол ручкамен белгілеген жерімді бір тігіс түсіріп тігіп аламын. Көріп тұрғандарыңызда енді керек емес артық мата жіптерін қиып алып тастаймыз. Енді дәл осы бейкіміз қалай тұр, солай сумкамызға кигізіп түйреп шығатын боламыз. Тігістегі жерлерін тігіске әкеліп орнатамыз. 2 қапталын, сосын айналдырып тігіп шығамыз.
Мінекей біздер айналдырып тігіп шықтық. Енді іш жағына дұрыстап орап алып, іш жағына кіргізіп, біз тағы да тігіс түсіретін боламыз айналдырып. Мінекей біздің сумкамыздың аяқталуына аз уақыт қалды. Енді іш жағын өңдейтін боламыз. 0,5 см іш жағына қайырып, тағы да айналдырып, үстінен тігіп шығатын боламыз. Сумкамыз дайын болып қалды. Енді бұл сумканың сапасы өте керемет. Бірнеше рет жуып пайдалана берсеңіздер болады. Пакетке қарағанда өте ұзақ мерзім қолданасыздар. Мінекей біздің сумкамыз дайын болды. Видео ұнаса әрине лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Келесі сабақта мен сіздерге қолбау тігіп үйрететін боламын. Соны жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Сау саламатта болыңыздар.